Тағдыр тым қаталақ. Бірде бауырына басып еркелетсе, бірде өгей баладай өзектен тебеді. Кей сәтте жүрегіңді тілгілеген ащы өксікке қарамастан жарға жығады. Бірақ бұдан шығар жол бар. Егер екі иығыңнан қанды шеңгелін сығымдап, тұқырта салған тағдыр кезінен құтылар күш тапсаң, әрине. Көше бойлап ілбіп келеді. Құр сүлдері ғана қалған. Суалған жақ, ажары кеткен әрсіз жүз, үстінде көптен бері су көрмеген ескі кір көйлек. Кенет күтпеген жерден мұны көре сала, кішкене балалар тас атып мәзақ қыла бастады. Бірақ қорғансыз әйел селт етпеді. Өйткені жүзінде өкініш, өзегінде мұң ұялаған, ол үшін ендігі өмірдің мәні де жоқ еді. Бәрі жақсы болатын. Алаңсыз жастық, мөлдір махаббат, алыс арманға қол созған сұлу бойжеткен. Бірақ бір сәтте бақытты ғұмыры бұлдыр елеске айналғандай. Көз ұшынан сағымдай қол бұлғап алыстай берді. Ол Саматпен бақытты болатын. Қарапайым ғана қара торы жігіттің мұның жүрегін қалай баурағаны белгісіз. Мүмкін мұның ерке қылығына әркез кешіріммен қарайтын кең пейіл мінезі болар. Әлде ақ көңілдігі ме, әйтеуір бұл дегенде жүрегі елжіреп сала беретін. Бірақ сезімі әлсіздік танытты. Осалдық танытпаған шығар-ау. Жалғыз басты жігіт, жетім жігітті менсінбеген өрекпе, бастық әкесінің дегеннен әр аттап баса алмады. Жылады. Сұм тағдырға лағнет те айтты. Бірақ уақыт емші екен, көндікті. Кейін сөзі сұлу, тілі майда еріктің етегінен ұстады. Ал Самат бір жылдан соң жол апатынан қайтыс болды. Ақыры мұның шын көңілімен білместен ақ кетті. Уақыт өте берді. Екі баланың анасы атанды. Енді алаңсыз, шаңырағынан сәби күлкісі үзілмейтін бақытты отбасы болармын деп ойлаған. Бірақ тағдырдан алар сыйы жалғыз ол емес екен. Күндіз түні жұмысының көптігін айтып, сылтаурататын күйеуін көңілдесімен ұстап алды. Ажырасты. Жан бағып, екі баласын асыраймын деген оймен түрік фирмасына жұмысқа орналасты. Өзге орта, өткенін ұмыттыратын алыс жер, қырсық бір айналдырғанды шыр айналдырады екен. Шайтанның азғыруына еріп, өз қолымен от көседі. Тағдырдың мазағынан адамның озбырлығы жаман екен. Түбі бір түріктердің арсыз нәпсісінің, бір сәттік азан қол құмарлығының жемтігі болған ол былыққа белшесінен батты. Кейін көкірегін жегіде жеген ой оны айықпас дертке шалықтырды. Ілбіп жүре берді. Бірақ аяғы құрғыр икемге көнбей сүрініп кетті. Ол орнынан тұрғысы келмеді. Апай, мен қорқамын. Түрі қандай қорқынышты еді, қозғалады, тірі сияқты. Байғұс бүрісіп жатыр. Тоңған шығар. Құдайдың қаһарына ұшыраған әйел ғой. Қайтсын енді. Балалар үйіне ұлдарын көруге келген ғой. Ананың аты ана, не дегенмен деп, дабырлаған бір топ адамның шуылынан оянып кетті. Домбыққан көзін ашуға тырысты. Бірақ ұмтылып орнынан тұрғысы да келді. Бірақ ол әрекетінен түк шықпады. Қолын қасына келген ұзын бойлы жас өспірімге созған күйі талықсып кетті. Бұл оның үлкен ұлы Самат болатын. Ол бақытсыз, баянсыз махаббаттың жанды естелігі еді.